Ойбай, бұл кім танытпай соғып жатырған? Ой. Алло? Ой, Күләш, қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Жақсым, шүкір. Не болды? Жайша танытпай хабарластың. Кімнен? Қойш, бүгін 25 не? Мен ұмытып кетіппін ғой. Рахмет. Сенде аман жүр, отбасың дені сау болсын. Көп рахмет, Енді тойлағанда мен үйде емеспін ғой, бұл қарттар үйі ғой, енді болмайтын шығар. Артынан екеуміз тойлармыз. Ой, сен жіберіп қоймайсың. Жақсы, енді келсең кел. Аха, жақсы. Давай. Ой, қалайсыз, Латифа? Жақсы, өзіңіз? Жақсы. Не болды, кім рахмет деп жатырған? Ой, мен ғой. Неге? Мен бүгін туылған күнім еді. Сіздің туылған күніңіз бе? Иә. Мәссаған. Құтты болсын. Иә, деніңіз сау болсын. Сізге өмірде бар жақсылықты тілеймін. Ой, көп рахмет. Осылай жылы сөз естіме келе көп болыпты. Енді бүгін тойлаймыз ба? Енді білмеймін, әрекеті келмейтін шығар. Себебі бұл қарттар үйі болмайтын да шығар. Жоқ, біз енді жылына бір рет келетін туған күнді қалай тойламасқа болады? Тойлауға болады, өзім рұқсат сұрап берем. Білмеймін, енді кішкене қартайды, ұят болар. Ешқандай ұят болмайды. Зухра бәрін сұрап береді ғой. Иә, мойындамаңыз. Жарайды, көп рахмет. Оқаш жоқ. Жарайды, онда керемет киініп алып туған күнімізді тойлап бастайық. Жарайды, онда қазір мен алып келейін. Қалайсың, Сандуғаш? Жақсы, өзің қалайсың, Мариям? Жақсы. Мен қазір барып келейін өзімнің пациенттеріме. Ой, саламатсыз. Ой, амансың ба? Неге қуанып тірсілтеп жатсыздар? Бүгін мына Латифан туған күн екен. Апа, сіздің туған күніңіз ба? Мәссаған, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Арман мақсаттарыңызға жете беріңіз. Ең бастысы, ұзақ өмір сүріңіз. Рахмет, қызым, айтқаның келсін. Көптеген жылы сөздерін тыңдап, жүрегім бір босап кетті ғой. Дұрыс, осындай қуаныштан жылау керек адам деген. Енді не істеп тұрсыз, тойламаймыз ба? Бола ма? Болмағанда ше, өзіңіздің үйіңізге тойламаған туған күнді мына қарттар үйінде тойлаңыз. Рахмет. Жарайды, онда бүгін күшті вечеринка жасайық, бір апаларский вечеринка болып. Керемет, сөйтсек. Бір жылда келетін туған күн ғой. Тойламасқа болмайды. Жарайды, онда сіздер әп-әдемі көйлектеріңіз киіп дайын отырыңыздар, ал қалған маған қалдырыңыздар. Ой, рахмет, қызым, өркендесің. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Жарайды, онда киімімізді киіп алайық. Сосын күшті вечеринкаға барайық. Дұрыс айтасың. Жарайды. Сандуғаш. Ау, не болды? Бүгін менің бөлмемдегі бір апаң туған күн екен. Содан құтты болсын. Рахмет. Содан дегенде күшті маған тамақ жасау көмектесесің бе? Ой, бүгін қолым босамайды. Неге? Қалай жаққа шығып келуім керек? Енді көмектесші. Енді қолым босамай тұр ғой. Өзің істей берші, пожалуйста. Тамақты күшті жейсің ғой. Ой, жарайды. Хотя астын сыпырып кете қойшы. Жарайды. Не пісірсем болады екен? Керемет торт алайын, дәмді тағамдар алайын, столды үлкен жетейін, бірге қосып жіберейін. Сонда керемет болады. Жарайды, онда мен қазір қалаға барып продукт алып келейін. Ой, мен де сен бірге бара қойыншы. Жүр. Қой, онда біз не істеп тұр? Қалаға барып келейік. Жайша? Енді туған күн иесіне сыйлық алмаймыз ба? Ой, рахмет, керек емес қой. Керек емес. Ой, қайдағы керек емес? Нешеге толып жатырсыз? Енді қызың жасы 18 дейді, ой, айтуға болмайтын шығар. Ой, айта берсеңіз өзіміз ғой. Ұялмаңыз. Біз 65-те келдік. 70-ке келіп қалдым. 70-ке? Мәссаған, үлкен екенсіз. Жолыңыз берік екен. Онда біз тезет барып келейік. Барып келейік тезет. Жарайды, көп зат керек емес, алмай қойыңыздар. Ой, уайымдамаңыз. Қазір онда.
Иә, жүріңдер. Ал тез келсе екен. Иә, күтейік. Түсінбедім. Ал Латифа апа, туған күніңізбен. Латифа апа, туған күніңізбен, деніңіз сау болсын. Иә, мені жандай болған жалғыз құрбым Латифа. Ең басты денің сау болсын, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Сен өмірдегі бар жақсылыққа лайық адамсың. Иә, Латифа апа, біз сізді өте қатты жақсы көреміз. Сіз осы кеше ғана келсеңіз, біз сізге қатты бауыр басып қалдық. Енді арамыз суымасын, тек жақсылықта қуанып, солай жақсылықта күліп жүре берейік. Ой, көп рахмет. Мен бұндай реакция мүлдем күткен жоқпын, сіздерден осындай жасайды деп. Рахмет, Күләш. Мен сені сонау бір жақтан келеді деп ойламадым. Көптеген осындай маған көңілдеріңді бөліп жатырғанға мында бір рахмет. Иә, оқас жоқ. Жақсы, енді тездетіп кірейік. Мына жақта бізде тосынсыйлар күтіп қалды. Иә, жүріңіз. Мәссаған, мұнан бәрі мен үшін дайындыңдар ма? Иә, әрине. Құрбым-ау, сен үшін. Ой, жаным, әрине. Күнде бір 70-ге толып жатырған жоқсың ғой. Соның үстіне 70 деп осыны жазып қойыпты. Мәссаған, әдемі жазып қойыпты. Иә, қазір күшті фотоға түсеміз, фотосессия жасаймыз, уайымдамаңыздар. Жарайды, өте қоя беріңіздер. Ал сыйлықтарды қашан береміз? Қазір сосын бересіз, ең бірінші тамақтаныңыз, сосын тост айтып бересіздер ғой. Келіңіздер, отырыңыздар. Күреш апа, отырыңыз. Рахмет. Қазір. Ай, қызым, отырмайсың ба? Ой, апам, мен асығыс едім. Тезірек тосымды айтып, сыйлығымды беріп кетсем. Сен де сыйлық таныдың ба? Иә, әрине, қанша деймін біріміз танимыз, ұят қой. Жарайды енді. Айта бер, Сандуғаш, мен сен видеоға түсіріп тұрамын. Қазір. Сіздің телефоныңыз бар ма? Иә, бар. Қазір. Сізден естелік болып қалсын. Ал айта бер, Сандуғаш. Ал Латифа апа, келіп жеткен 70 жасыңыз құтты болсын. Сізге өмірдегі 70 бақыт, немесе одан да көп бақыттар, қуаныштар тілеймін. Жүрегіңізден қуаныш кетпесін, тек күліп ойнап жүре беріңіз, ең бастысы ұзақ жасаңыз. Мен атынан сізге осындай кішігірім ақшалай сыйлық. Ой, жаным, рахмет. Оқас жоқ. Рахмет. Иә, сына сізге сыйлығыңызды беріп кетейін деп ойлаймын. Аз де болса да көптей көріңіз, барыңызға жарасын. Енді ақша деген құлдың кірі ғой. Берген кезде қайтып оралмайды. Одан кері тез жұмсалады. Әйтеуір жақсы нәрсеге жұмсайсыз деп ойдамын. Иә, әрине. Жарайды, қызым, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Ал жолыңнан қалма, жолың болсын. Рахмет. Сау болыңыз, рахмет. Ал енді тамақтан алайық қазір. Иә, рахмет. Тамақтан ішіңіздер, қазір сізге соқпақ қойып беремін. Ой, әкеліңіз, өзім қойып беремін. Жарайды. Ал осындай кереметте дастарханнан алып отырыңыздар, барлығын өзім жасадым. Ой, қызым, қолыңа дерт көрмесін. Рахмет апа, жеңіз. Ал кеттік, туған күніңізбен, Латифа апа. Рахмет, ал торттан ас дейміз. Ой, рахмет, дәмді екен. Не ас болсын. Жеп отырыңыздар сіздерде. Ұялмаңыздар. Енді қонақсыз ғой, Күләш апа, ауыз теңіз. Иә, рахмет қарақтарым. Өте дәмді пісіргенсіңдер. Керемет. Мәссаған, мына кексінің дәмі өте керемет қой. Мәриям, маған осыны реттен берші. Иә, әрине берем. Ал енді мен өзімнің жандай бір құрбыма тост айтып жіберсем. Иә, әрине, сөз кезегі өзіңізде. Ал жандай болған менің жан құрбым Латифа. Келіп жеткен 70 жасың құтты болсын. Ең басты дені сау болсын, ауырма, тек қуаныштан жыла. Ешқандай нәрсені ойлама, жамандықты ойлама. Тек күндерің сәттілікке толы болсын. Қуаныштан ойнап күліп жүре бер. Тек жүрегің ауырмасын. Осылай шауып күлімдеп жүре бер. Ой, рахмет көп. Осындай ыстық лебізіңе. Ал енді мен саған не сыйрамды білмеймін. Енді аз де болса да көп көр. Ең басты сыйлыққа қарамайсың ойлаймын. Бастысы көңіл ғой. Иә, әрине. Ал менің атымнан саған осындай
орамалдар, осындай брендтен әртүрлі түсті мынандай киімдері бар, орамалы бар. Мен осындай 2-3-еуден. Ой, рахмет. Және де осындай Сенсал деген компанияның жастығы. Осы жастықты басыңа салып жылы жүр. Ой, рахмет. Керемет сыйлық. Аха. Отыра беріңіз. Енді мен айтайын. Латифа апа, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, бастысы ауырмаңыз. Сізге менің атымнан осындай гүл шоқтары айна. Ой, жаным, рахмет. Енді сен бермей-ақ қойсын да болатын еді. Жағдайымыз жасап отырсын. Ой, апа, қойыңызшы. Жарайды, рахмет. Оқас жоқ. Ал енді мен айтайын. Марал апа, айта беріңіз. Туған күнің құтты болсын, Латифа. Сен кеше ғана келсең де біз саған бауыр басып қалдық. Енді қанша дегенмен әже болдық. Үлкен кісіміз. Сондықтан көп сөз айта алмаймыз. Сен басы дені сау болсын. Мен сыйлығымды бере қойшы, Зухра. Аха, қазір. Мен саған осындай ақшалай сыйлық берейін деп шештім. Не аларымды білмедім. Ой, рахмет. Осындай кәтеңгі жұмса. Рахмет. Аха. Мен айтайын. Ал туған күнің құтты болсын, Латифа. Ең басы денің сау болсын. Ауырма, сырқамай жүре бер. Балаларының қызығын көріп, солардың көздерінше қартая бер. Рахмет. Саған мен атынан осындай қазір осындай гүл вазадағы әдейі осындай қымбат гүл. Ой, мәссаған, қандай керемет, рахмет. Және де осындай кекіспен шай ішіп алдым. Рахмет, керемет сыйлық болыпты. Қазір. Ал мен қалыппын. Ал енді білмейтіндерің, мен есімім Фатима, танысқаныма қуаныштымын. Күләш апа, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Өте керемет құрбы екенсіз, бала кезден бері танып келе жатырған. Рахмет. Ал Латифа апа, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Ой, Латифа апа деп ма? Латифа, туған күнің құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын, ешқашан қартайма. Қартайсаң да тек жақсылықта қартай, ешқандай мұнайма, бәрі жақсы болады. Ешқандай ойымға салынба, менің келінім мынандай, балам мынандай деп, олар әлі сені осы жерден алып кететін сенемін. Рахмет. Саған мен осындай керемет бриллиант жүзік. Мәссаған, рахмет. Және де осындай ақшалай сыйлық. Рахмет, жаным сол, рахмет. Отыра ғой. Енді тамақтан олайық. Жіберіңіздер, әрине. Мәссаған, кеш болып қопты. Ал, жеп-ішіп болсаңыздар, мен мына жерге жинасам. Қызым, көп қой, рахмет. Қазір мен саған киімді ауыстырып болғасын көмектесем. Жоқ, апа, бүгін сіздің туған күніңіз ғой, ештеңе көмек керек емес. Ал мен келдім. Туған күн бітіп қалыпты ғой. Қызым, мына жерге кішкене тамақтар алып ауысты. Рахмет. Мен онда Мариямға көмектесем, осы жерге жинап. Жарайды. Көп рахмет сыйлықтарына. Қазір барлығын жинап алып кетем. Жарайды. Бергеш. Ау, Күләш. Балан хабарласпады ма? Жоқ. Айбегім әлі хабарласпады. Ой, ол да. Жарайды енді. Ал, жақсы қыздар, мен үйіме қайтайын, бала шағаларым іздеп қалды дегендей. Рахмет, тағы да келіп тұрыңыз. Аха, жақсы, пока. Ой, сау бола ғой. Жарайды, мен қазір келем. Жарайды. Мына жерге Латифа апа сыйлықтарын қалдырып кетті, ол жерге апарып берейік. Жүр. Олар ұйықтап қалған шығар, түн болды ғой енді. Ұйықтап қалыпты. Латифа апа. Ау, қыздарым. Сыйлықтарыңыз алып кетті. Мәссаған, рахмет. Осы жерге қояйық па? Таңертең жинап алармын өзім. Жарайды. Мынаны холодильникке салып қойсыз ба? Жақсы, сау болыңыз, қайырлы түн. Сіздерге қайырлы түн, рахмет. Жүр. Абайбек, шақырдың ба мені? Енді келіп тұрған немесе жаңа шақырдың ғой? Енді соқ қойып, сүтін істемей қалдым. Не болды, неге шақырдың? Қысқасы, бүгін анам туған күн екен, осыны ұмытып кеттім. Не болды сен туған күні болса?
не болыпты емес, соны бүгін сыйлық алып апарайын деп жатыр едім. Сенде бар фотосессиям деп. Мә енді өзің ғой, анаң немесе, мен саған таңдау қойған жоқпын ба? Анаң немесе мен деген десе, мен таңдадың ғой. Сол таңдауынан бас тартсам деп тұрсың ба? Жоқ, мен ешқандай таңдаудан бас тартсам деп тұрғаным жоқ. Жайына қайда сыйлық беріп құттықтап кетсем болатын еді ғой. Сенде бір сонда фотосессия ма, анаң ба, туған күн бе деп миымды шіртіп жібердің ғой. Кетші бар онда, қазір бар онда құттықта. Жарайды, ренжімеші енді жан. Өзің ғой, анау барам, мынау барам деп. Келеді ғой тағы да туғаныңыз өзі құттықтарсың, не болсын шамадай. Оданша ертеме тағы да фотосессияға кетем, концертім болады, соған кел, сосын үйді жинап қойықтым ба? Жарайды. Ұқсан сол, давайте ұйықтаймыз. Ой. Сенде бір қоймадың ғой, мамам деп. Енді қанша дейін мамам ғой, сонда да. Түсіну керек қой бәрін. Жарайды, ұйықтайықшы. Жарайды.